Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналымды қолдап тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін тастанды бала әңгімесінің екінші бөлімі. Гүлзира әйелге рахметін айтып, сәбилер үйін тауып алуға көшеге шықты. Көше бойындағы оқтай түзу теректің жоғары жағына көз тікті. Қос көгершін құрқылдаған дауыс шығарып, жерде тұрған қам көңіл қызға аянышты сезімдерін білдіргендей қанаттарын желпілдетіп қояды. Гүлзира екі құсқа елжірей қарады. Сендер мақұлық болсаңдар да бақыттысыңдар. Балапандарыңды ешқашанда далаға тастап кетпейсіңдер, деді күбірлей сөйлеп. Ағаш бұтағынан бір жапырақ үзіп алып, айналдырып шиыр-шиыр сызықтарға үңіле қарады. Қазір осылай көрінгенмен жап-жасыл жапырақ енді 2-3 ай өткен соң сарғайып солып, ерсілі-қарсылы жүрген адамдардың аяқтарының астында жаншылып бұл дүниеде де бас кешеді-ау. Күллі өмір осындай. Өзгермелі өткінші, ешкімде еш нәрседе уақыт тегеурініне төтеп бере алмайды. Адам да солай. Өлшеніп берген өмірі біткен соң жер бетінен көшеді. Шіркін-ау десеңші, бір рет берілген өмірдің берекесін кетірмей оны мазмұнды қызықты етіп өткізгенге не жетсін. Гүлзираның перзентінен бас тартатын кезде Светлана Николаевнаның соңғы рет айтқан сөздері есіне оралды. Қызым, балаңды тірі жетім етпей алып кет. Бұл жарық дүниеде ананы ешкімде айырбастай алмайды. Ана болу бақыт. Сол бақыттың бетінен қақпа. Мейлі әкең не десе о десін, ашуланады да қояды. Перзентінен бір жола безіп кетпейтін шығар. Әрине мемлекет жетімдерді қамқорлыққа алады, асырайды, жеткізеді. Қанша айтқанмен анаға тең келетін ешкім жоқ. Иә, жаңағы дәрігер әйел кезінде тура осылай деп бұған түсіндіріп еді. Амал қанша, әке сөзінен аттап кете алмады-ау. Сол кезде қыз да көкірегіне тірелген өксігін жеңіп, басқа амалдың жоқтығынан былай деген еді. Апай, маған қазіргі кезде бала керек емес. Әкемнің қалауы осындай болды. Мен бұлай етпесем, әкем мені өмір бойы көрмей өтетін еді. Ол ауылдың бетке ұстар басшысы, оның абырой атағына кір келтіргім келмейді. Қызы тұрмысқа шықпай, бала туып алыпты деген сөздерді ауылдастарым естісе, бұл әкем үшін өліммен де ауыр жаза. Екінің бірі бұл оқиғаның бетіне басып табалайды. Басшысының достарынан гөрі дұшпаны көп болады. Сондықтан бұл шешіммен бас тартпаймын, деп Гүлзира да соңғы сөзін келте қайырған. Қыз қазіргі сәтте сол шешіміне оймен барлау жасады. Қандай үстірт тым асығыстықпен жасалған тұжырым еді. Міне бәрі де кеш. Өткен уақытты қайтарып алу мүмкін емес. Гүлзира оқ деп көкірегі қарс айырыла күрсінді. Іштегі қайғы мен шер мысын басып жақын жердегі аялдамаға келді. Үміт оты әлі де санасына көмескі жарық түсіріп баламды қайтарып алам ба, деген қиял қызды алға жетелей түсті. Автобусты біраз уақыт күтті. Қырсыққанда ол да көпке дейін төбесін көрсетпеді. Баласын біреу алып жатқандай жанарын елес тұмшалап, Гүлзираны межелі жерге жетуге асықтырды. Шыдамы шетінен аялдамадан жоғарыға қарай барып такси ұстауға кірісті. Бірінен соң бірі келіп, екі жағынан жеңіл машина қыздың қасына тоқтай қалды. Қалтада ақша болса, бұл жағынан ешбір қиындық жоқ. Қыз бірінші машинаға отырып кете барды. Жүре берісімен қыз жүргізушіге дәрігердің қағазға жазып берген мекен-жайын айтты. Табамыз қарындас, абыржымаңыз, деп шопыр газды баса түсті. Тым асығыссыз ғой қарындас, жай бір тығыз шаруа болып қалып еді, деді Гүлзира жайбарақат сөйлеуге тырысып. Айтылған мекен-жайға келгенде Гүлзира ақшасын төлеп түсіп қалды. Құдайым-ау, не болар екен, баламды көріп бетінен өбіп, сағынышымды бассам-ау, бірақ не екенін білмеймін, жүрегім қуанбайды. Сонда не болды? Ол балалар үйінің алдына дейін ойға шомып келді. Есік алдында тұрған екі әйел бөгде адамды көріп назарларын осылай қарай аударды. Сәлемдескен соң қыз келген шаруасын жеткізді. Біреуі жас шамасы 30-дарға таяған,
көзілдірікті аққұба жүзді келіншек те, екіншісі 40-тардан асып кеткен қара торы әйел екен. Жастау келгені бөбектер үйінің медбикесі де, екіншісі осы үйдің бас дәрігері болып шықты. Өздерінше жұмысқа байланысты бір нәрселерді талқылап тұрса керек. Екеуі Гүлзираның айтқандарын мұқият тыңдады. Фамилиясы кім еді деді. Сұрады бас дәрігер. Тұрымбетов. Әйел бір нәрсені есіне түсіргендей ойланып қалды. Содан соң ойына бір сәтсіз оқиға оралғандай басын шайқады. Жаңа есіме түсті ғой деп бас дәрігер қызға мүсіркей қарап үнсіз қалды. Екі оттың ортасында қалғандай-ақ. Бет-жүзі күреңтіп сала берді. Иә, сол, менің балам, менің перзентім еді, деп жолы болғандай-ақ қуана сөйледі Гүлзира. Әйел қызға қапелімде сөзін қалай сабақтарын білмей бір сәт үнсіз қалды. Қыздың жағымды бір жауап күтіп тұрғанын ол да сезіп тұр еді. Сәлден кейін бас дәрігер даусын созып байыппен тіл қатты. Мұндай жерде шындыққа жүгінбесек тағы да болмайды қызым. Жаңа қуанып қалғанымды түсініп едім, бірақ амал қанша. Кеш қалдың, балаң қазір мұнда жоқ. Осыдан бір аптадай бұрын келгеніңде балаңды көретін едің. Амал нешік? Гүлзираның жүрегіне бұл сөздер ине сұғып алғандай әсер етті. Жүзі сұрланып, көзі боталап, бұрын ешқасан басынан кешіріп көрмеген ауыр сезім санасына салмақ түсірді. Не дейсіз апай? Мұнда жоқ. Қайда ол? Қайда беріп жібердіңіздер? Айналайын, босама деп бас дәрігер толқып кеткен қыздың білегінен ұстай қалды. Оған біз кінәлі емеспіз, шырағым. Біздің мекемеде бала асырап алу деген болады. Әрине біз кім көрінгеннің қанжығасына сәбилерді байлап бере алмаймыз. Дегенмен заң бойынша жетім сәбилерді жағалары бар адамдарға береміз. Қазақтың баласын қазаққа беруге мүдделіміз. Шетелден де келіп, бала асырап алып кетіп жатқандар да бар. Сонда не дейсіз апай? Баламды шетел асырап жібердіңіздер ме? Деп Гүлзира өксіп ақыры жылап жіберді. Жоқ, айналайын, сәл сабыр етші қызым. Мен сенің жаныңды түсініп тұрмын. Балаң шетелге кеткен жоқ. Көптен бері сәби сүйе алмай жүрген қазақтың отбасына бердік. Бізде ұлың 1,5 айға таяу уақыт болды. Ерлі-зайыпты 2 кісі келіп, барлық құжаттарын тиісті мекемелерге табыс еткен соң, бетінде мені бар, ер баланы өздері таңдап алды. Енді біз сенің балаңды іздеп келетініңді қайдан білейік? Жыламашы қызым, деп әйел жанарынан жас парлаған Гүлзираны жұбатуға кірісті. Кімге бердіңіздер? Айтыңыздаршы, өтінемін. Ол менің балам ғой. Оның анасы менмін. Оны өзім асырауға міндеттімін. Ой, бақытсыз басым-ай, сорладым-ай. Бас дәрігер қыздың нәрестені не үшін тастағанын және осы уақытқа дейін неге келмегенін түсінбеді. Осы туралы ойлап тұрса да қызды одан әрі ренжітіп алам ба деп әйел бұл сұрақты ішінде қалдырды. Сенің жан дүниеңді түсініп тұрмын деп бас дәрігер айтқан сөздерін тағы да қайталады. Өкінішке орай ол кісілердің мекен жайын беруге біздің хақымыз жоқ, және де ол заңға да адамгершілікке де сай келмейтін әрекет. Егер сен баламнан бас тартам деп қолхат бермеген жағдайда, біз нәрестені осында 1 жылға дейін ұстар едік. Осы мерзім ішінде балаңды қайтарып алатын едің, деп бас дәрігер осымен әңгіме бітті дегендей Гүлзираның жас жуған жүзіне соңғы рет қарап алды да, қош енді, аман бол деп есікке қарай бет алды. Медбике де Гүлзираға мүсіркей қарап бастығының соңынан ерді. Тауы шағылған, тауаны қайтқан Гүлзира салы суға кетіп, шаршап пәтеріне келісімен көп ұзамай ұйықтап кетті. Қанша уақыт жатқанын өзі де шамалай алмады. Көзін ашып еді, бөлме ішіне қараңғылық орнаған екен. Орнынан тұрып шамды жақты. Балконның есігін айқара ашып, бір сәт таза ауамен тыныстады. Тау жақтан ескен түнгі салқын, самал мойнынан қытықтап, қолаң шашын желпіп өтті. Аз да болса пәс көңілді көтеріліп, жүзіне қан жүгіргендей болды. Алайда манағы бас дәрігердің айтқан сөздері құлағынан біраз уақытқа дейін қаншер масаның ызыңындай кетпей ақ қойғаны. Бірақ ол кісінің қандай жазығы бар еді.
шындықты айтып болған оқиғаның бәрінде тәптіштеп түсіндіріп бергеніне ол кісі кінәлі емес қой. Гүлзира нәрестенің қазіргі минуттағы келбетін көз алдына елестетіп, оның басқа біреулер емес, өзінің қандастарының қуанышына айналғанына іштей келісіп, оның енді өзіне мәңгіге оралмайтынын ой елегінен өткізіп, өзін-өзі еріксіз сабырға шақырды. Бұдан басқа қазіргі сәтте істейтін амалы да жоқ еді. Түн ортасы жақындап келеді. Көше шамдары жарқырап, айналаны сарғыш сәулеге бөктіріп тұр. Таңнан кешке дейін бір тынбайтын қала көліктерінің қаралары, сұйылса да ерсілі-қарсылы ағылған мәшинелердің қозғалысының тоқтайтын түрі көрінбейді. Бұлар күні-түні не істеп жүреді осы деп, қыз көз алдындағы тірлікке қарап күбір етті де, ұлы ғұлама ғалым атындағы көшеге соңғы рет көз тастап, бөлмеге кірді де, балконның есігін сәл еңкейіп қойды. Жуынып шайынып алған соң диванға келіп қисайды. Тағы да сол ауыр ойлар. Еш нәрсе санаға ілмеймін деп, қайратына жүгінсе де, көлденең жағынан еріксіз орағытылған неше алуан қиял қыздың мысын басып көпке дейін кірпігін айқастыруға дес бермеді. Осы қазіргі заманның адамдары қалай ғана қатыгез болып барады. Мектеп қабырғасында жүрген балаң шағында әжесінің айтқан әңгіме, әпсаналары ойына оралды. Есінде қалғаны, бүкіл дүниені шарлап аспанда талмай қалқып жүретін, әрқашан адамдарға жақсылықпен, ізгілік, қайырымдылықпен, рақымшылық тілеп жүретін құс бейнесіндегі періште туралы еді. Ол адалдық пен ақиқаттың ақ жолынан тая бастаған жұмыр басты пенденің құлағына қас пен көздің арасында ұшып келіп, қанатынан имандылықтың желін ескізіп, Алла тағалам, сендерді бүкіл ғаламдағы тіршілік иелерінен ең озық, ең саналы, еш нәрсеге дес бермейтіндей ғаламат күшті етіп жаратты. Ендеше сендер осынау жаратқан ие бойларыңа сіңірген ғаламат қасиеттің қадірі мен бағасын неге бағалай алмай жүрсіңдер? Неге сендер өздеріңді санасыз мақұлықтардың деңгейіне түсіресіңдер? Мақұлықтарды да жер бетінде өмір сүру үшін әкелген бір санат бар. Ол да жаратқан ие. Ол сендерді санасыздардан да бөліп екеулерінің айырмашылықтарыңды жер мен көктей етіп жаратқан жоқ па? Осыған мойын сұнбай, олардың деңгейіне төмен неге құлдырайсыңдар? Неге сендер санасызсыңдар? Қатарыңа қосылып, тек қана өз құлықтарыңды ойлайсыңдар. Санасыз сана өз құлқының құлы. Ол мұндай әрекеттерге өмір сүру үшін және ұрпағын жалғастыру халқында ғана барады. Басқаны олардан күту де мүмкін емес. Ал сендерше, екі ел өңештеріңді отаудан басқа ізгі шаруаларың жоқ па? Ей адам ата мен Хауанадан тараған адам баласы, хайуан деңгейінен де төмен құлдырамаңдар. Адам деген ардақты атты, жұмыр басын жерге тигенше қастелеп ұстаңдар. Ең бір сорақылықтарың сол хайуан екеш, хайуан да өзін-өзі әсте өлтірмейді. Ал сендер болсаңдар, өз бастарыңды өздерің шейіт етіп жүресіңдер. Бұл да саналарының жоғары болуынан болып отырма? Жаратқан ие барлығыңа арзық болсын деп, жер үстіне пайда қылған қоршаған орталарыңа жасаған қиянаттарың ешқашанда жазықсыз қалмайды. Сендер дүниеге әкелген әрбір озбырлық түбінде келіп өзіңді табады. Ал өздерің жазадан құтыласыңдар да, оның кесірі ұрпақтарыңа тиеді. Алла тағала ұзақшыл, ол басқаға жасаған қияметтеріңді ешқашанда кешірмейді, жаманға рақым етпейді. Осыны қаперлеріңнен шығармаңдар. Саналы тіршілік иелері деп, ожар ойлы кесір иелеріне әлгі құс жөн сілтеп сыбырлап кетеді екен. Гүлзира кезінде жастық шақтың әсерінен болар бұл аңыздың мән мағынасын сана сүзгісінен өткізген жоқ еді. Алайда сол әжесінің айтқаны жадында берік ұялап қалған екен. Міне енді ғана аңыздың бас аяғын жұптап, ойына түсіріп отыр. Шынтуайтында келгенде қыз бөбектер үйінен оралып, әбден тығырыққа тірелген сәтте санасын шайтан билеп,
өз-өзін шейіт қылуды да ойлаған еді. Балконнан секіріп, санаға салмақ болған ауыртпалықтың бәрін осылай жеңілдетсем бе деген қиял алға жетелеген. Алайда қандай бір тылсым күштің әсер еткенін бір Құдай білсін, ол ойынан бірден айнып кейін шегінгені де жасырын емес еді. Әжесінің айтқандарын есіне алып отырған Гүлзира бұл харам ойдан мүлдем бас тартты. Өзіңді санасыз мақлұқтардың деңгейінен де төмен түсіргенің бе? Сонда қыз ойынан өзі шошып кетті. Дегенмен ойлай келіп, бәрібір өзін-өзі мақлұққа еріксізденеді. Оның да бұл тартпайтын бір себеп бар еді. Табиғатта көкек деген бір құс бар. Шақырғанда даусы құлаққа жағымды естіледі-ақ. Алайда тірлігі сол даусына сай келмейтінін қайтерсің. Жұмыртқасын басқа құстың ұясында тауып, сен білмесең мен білмеймін, бадырақ көз дегендей ұрпағын ұмытып, қарасын батырып анау құсқа салмақ салдырып, жүзін көрсетпей ұшып жоғалады. Ал енді менің сол құстан қай жерім артық? Мен де баламды тастап кеттім емес пе? Қыз ауыр күрсінді. Терезе алдына тұтылған перделердің саңырауларынан сығалаған көше жарығы бөлме ішіне әлсіз сәуле түсіріп тұр. Жайықбай Тұрманбетов өзінің қызмет кабинетінде бір нәрсені санасына пісіргендей жан-жағына терең ойлана қарап, аяқтарын санап басып, әрі-бері бір сыпыра уақыт жүріп қалды. Ауыл әкімінің кабинетінде көп жиһаз да көзге шалынбайды. Терезеге таяу орналасқан ұзынша келген күрең стол мен оны айнала қоршаған 5-10 орындық кабинет есігін ашқан адамның бірден көзіне шалынары анық. Төраға столының сол жағында сұрғылт сейф пен оның үстінде бірінің үстіне бірі орналасқан бірнеше папка жатыр. Төрде мемлекет басшысының портреті ілулі тұр. Есіктің оң жақ қабырғасында әртүрлі кітаптар, газет-журнал орналасқан сарғылт шкаф орын тепкен. Міне, атағы дардай көрінетін ауыл әкімінің бөлмесіндегі бар дүние мүлік осылар ғана. Түскі тамақтың уақыты таяп келе жатса да, Жайықбай үйіне баруға асықпады. Тағы да біраз уақыт аядай бөлмені ерсілі-қарсылы кезіп алған соң өзінің орындығына келіп отырды. Жағын таянып, ойын әрі қарай сабақтады. Кеңес уақыты кезінде бұл ауыл аты облысқа танымал ірі шаруашылықтың орталығы еді. 4 түлік мал өсірді, жылма-жыл міндеттеліп тұратын ет, сүт, жүн алу жоспарын асыра орындап, қаншама рет еңбек жеңісін тойлады десеңші. Соған орай сый-сияпаттан да кенде болған жоқ. Сол кезде осы Жайықбай атағы айға жетіп тұрған шаруашылықтың білдей басшысы еді. Империя ыдырап, сонымен бірге басынан құс ұшырмайтын қаншама іргелі шаруашылықтардың бастарынан бақтары тайып, көбісі сөгіліп, жеке меншікке бөлініп, тарам-тарам боп кеткені де кеше ғана еді ғой. Тізгін ұстаған өзі сияқтылар майлы жіліктің басын ұстап, небір жаңа техникаларды, шұрайлы жерлерді, қора-қопсаларды өздерінің меншіктеріне қаратып алғаны жасырын емес. Ал одан төменгілер жай қатардағы жұмыскерлер майда-шүйде кәкір-шүкірлерге де риза болысып, бұған да тәубе еткен. Міне сол кезде сорпаның майын бірінші болып қалғып алған Жайықбай әлі де аңыратқан аттың үстінен түскен жоқ. Бұрын шаруашылықтың директоры болса, қазіргі сәтте кетуі кете қоймаған ауылдың білдей бір әкімі. Білімі де, тәрбиесі де, лауазымы да сол кездегіден кем емес. Кейін ірі қожалық құрып шаруасын дөңгелетіп, қыруар қаржыны еселеп тауып отырған жайы бар. Облыс орталығынан да сауда нүктесін ашып, отбасын, туған туыстарын, бала-шағаларын жарылқап келеді. Кейін совхоз тараған кезде ауданға, сосын облысқа шапқылап жүріп, бұрыннан келе жатқан ауылдық кеңестің төрағасы лауазымында отырған біреуді әйтіп-бүйтіп жүріп, орнынан алдырып, жұмсақ креслоға өзі жайғасып, ақыры мақсатына жеткен. Талай жылғы таққан айырылу кімге болса да жақсы әсер етпейді екен.
2 жылдай уақыт мойны салбырап, салы суға кетіп әбден жүдеп те кеткен еді. Алайда тоқпағын мықты болса, киіз қасық жерге кіреді дегендей, тамыр таныстық арқасында айы оңнан туып еді. Зымыраған уақыт-ай десеңші, содан бері де оннан астам жыл өтіп кетіпті-ау. Совхоз тарағанда сандалып не істерін білмей жүрген жұрт әрең есін жинап, жаңа қоғамға да үйрене бастады. Ең бастысы халықты шет қақпайламай, өзіңнің қасыңда топтастыра білу керек екен. Сонда ғана ел сеніміне ие боласың. Шектен шыққан жеке бастың амбициясының да түкке қажеті жоқ екеніне көзім жетті. Халыққа жайлы болсаң, олардың мақсатын орындауға күш салып мүдделерін қорғай білсең, олар да сені сыйлайды. Қажет кезде олардың қолдауына ие боласың. Басшы қызметкер үшін бұдан асқан қандай бақыт болмақ. Бірақ анау Гүлзираның жағдайы досқа күлкі, дұшпанға таба болмау үшін оның да ебін тапты. Дегенмен оған зорлық жасадым, баласынан айырдым. Мүмкін асқыстыққа барып дұрыс жасамағанда шығармын. Қазір қандай күйде жүр екен. Жайықбай соңғы уақыттарда осындай ойларға жиі берілетін болған. Баяғы совхоз директор боп тұрған кездегі шамадан тыс тәкаппарлық, ұланғайыр сес қазір жоқтың қасы. Пайғамбар жасына келіп ақыл тоқтатқандықтан шығар-ау сірә. Отағасы соңғы кездерде ауылдастарының қамын да жиі ойлай бастағанды. Ауыл әкімдігінде қаржылық мүмкіндік шектеулі болса да, жағдайы келгенше мұқтаж адамдарға қол ұшын созып та жүр. Жастарға арналып салынған 2-3 үйдің құрылыстары бітуге таяу. Құдай қаласа осы күзде үй иелері қоныс тойын атап өтпек. Қанша дегенмен бұрынғыдай ағыл-тегіл жағдай қазір жоқ. Әрбір тиынды үнемдеп жұмсайтын уақыттың келіп жеткені қашан. Ол есеп-қисап журналын қарап болған соң, орнынан тұрып терезеден сыртқа көз жіберді. Көз ұшындағы салынып бітуге таяу үйлерді шолып өтіп, құрылыс қарқыны жаман емес деп, іштей өз ісіне өзі риза боп қалды. Жайықбай кабинетінен шықты. Хатшы қыз бастығын күтіп отыр екен. Әбетке бара бермедің бе? Деп Жайықбай қызға қарап жымиды. Сізді күтіп, бара бер айналайын. Сендердің үйлеріңнің құрылысы бітіп келе жатыр. Құдай қаласа күзде дайын болады. Хатшы келіншектің жүзінде қуаныш лебі ойнап шыға келді. Өзі де осы туралы сұрауға бата алмай жүрген еді. Рахмет аға, бізде соның тез бітуін күтіп жүредік. Биылғы ыстық Бетпақдала өңірінде бұрын соңды болмаған шығар. Жайықбайдың есінде жоқ. Аспаннан бір тамшы ылғалдың түспегеніне міне 2 аптадан асты. Жасаған иенің осыншама не үшін қырсыққанын бір өзі білмесе, басқа ешкімде таппасып айта алмас. Бұл қуанышлыққа қарағанда биылғы жем-шөптің жағдайы қалай болар екен? Жайықбай тағдырдың басқа салғанын көрерміз. Малға азық жетпесе басқа жақтан көмек сұрап, бірдеңе етіп қыстан шығармыз деп іштей өзін өзі жұбатты. Ауыл әкімінің ақ Волгасы ауылдың орталық көшелерінің бел ортасында орналасқан еңсесі биік үйдің алдына келіп тоқтады. Совхоз директоры болып тасы өрге домалап тұрған кезде кірпіштен өрліп тұрғызылған үйінің еңсесі содан бері қаншама жылдар өтсе де төменде қоймаған. 6 бөлмелі үймен бірге моншасы, гаражы, жаздық ас үйі, тыста ас ішіп демалатын сәкесі, құс қорасы, мал қорасы және де басқа заттар сақтайтын жайлары тағы бар. Бұл үйді көргенде де, көрмегендер де арманда. Дарбазаның есігі ашық тұр. Үйде біреу бар ма дегендей Жайықбай веранданың терезесінен ішке көз тастай өтті. Ешкім жоқ екен. Дастархан қамдап жүрген әйелі Ханымгүл ғана күйбеңдеп іште жүр. Дарбазаның есігін неге жауып қоймайсың деп отағасы әйеліне міңгірлеп өтті. Жаңа су таситын жігіт келіп, ыдыстарымды суға толтырып кетіп еді. Сол ыдыстарды үйге тасып үлгергенім осы ғана. Енді тамақ пісіріп дастархан жаюға кірістім. Ұмытып кеткен шығармын. Жарайды, ол да мүмкін деп ыстықтаған Жайықбай жейдесін шешті. Мына күн жер дүниенің бәрін күйдіріп барады. Жарықтықтың бір тамшы сыйлайтын күні бола ма? Жарайды, көктен соншама түңіліп не болды? Үнемі осылай қақтап тұрады дейсің бе?
ертең ақ шелектеп құйып берер деп Ханымгүл малының ертеңгі жағдайын ойлап қобалжып тұрған күйеуін жұбата сөйледі. Лайым солай болғай. Бұрынғылар осындайда Құран оқытып, қара қой сойып, тасаттық берет деуші еді. Осындайды өзім көрмесем де, әке-шешем кезінде айтып отырушы еді. Мүмкін құрбандық шалатын шығармыз деп, Жайықбай әйеліне қарады. Осыған қалай қарайсың? Бұл да дұрыс нәрсе екен деп, әйелі басын изеп, күйеуінің сөздерін құптады. Айтпақшы, түсіме қызым кірді. Гүлзираның хат-хабар келген жоқ па? Жалғыз қызымыздан айырылып қалмайық, кемпір. Қыз жолы жіңішке қой. Түсіне дұрыс кірген екен. Мен де ұмытып барады екем. Азанда одан хат келген. Өзі оқысын деп ашып едім, деп Ханымгүл барып, 4 бу хатты алып келіп, стол басына жайғасқан Жайықбайдың алдына тастады. Қарашығым қандай күйде жүр екен? Жағдайы жақсы болса игі еді. Жайықбай конвертті мұқият ашып, маржандай тізілген жазулары бар қағазды алып шығып, ішінен оқи бастады. Аман есенсіздер ме, көке? Бұл хатымды тек өзіңізге ғана арнап жазып отырмын. Өйткені мамам оқса жүрегі ауырып қалатын білемін. Мен аман есен жүріп жатырмын. Бірақ одан маған келіп кетіп жатқан ештеңе жоқ. Абыроймен беделімен ұсқан келет деп, сіз менің жүрегіме жазылмайтын жара салдыңыз. Мейлі, қателессем қателескен шығармын. Бірақ баламды тастаймын деп ойлаған жоқ едім. Осындай қадамға баруға сіз мәжбүрледіңіз. Сіздің тіліңізді алып, ақыры сорлап қалғанымды кеш түсіндім. Түсіме нәрестем жиі кіріп мазалап жүр. Кірген сайын ол мені қолдарын қимылдатып өзіне шақырады да жатады. Бірақ мен оған қаншама ұмтылсам да жете алмай әбігерге түсемін. Кейде екеуміздің ортамызда асқар-асқар тау тұрады. Енді бірде айдын шалқар көл жатады. Бірнеше күн бұрын нәрестемді іздеп бөбектер үйіне бардым. Тәуекелге бел будым. Бір күш алға итерді. Кеш қалыппын. Сәбилер болмай жүрген ерлі зайыпты алып кетіпті. Сол кездегі менің көңіл күйімді көрсеңіз, сіздің 1 жылға жалға алып берген пәтеріңіздің мен үшін ешқандай панасы болмай қалды. Жылуы да жоқ, қуанышы да сыйлмайды. Керісінше 4 қабырғасы мені 4 жақтан қысып тұратын секілді. Мені ана еткен нәрестемнен мәңгіге айырылдым. Достар, әңгімені осы жерден аяқтаймын. Гүлзираның әкесіне жазған хатының ары қарай жалғасын білгілеріңіз келсе, төмендегі подписация бөліміне өтіп, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі бөлімде кездескенше.